12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, ән мен жырдан нәр алған қасиетті сыр елі. Кеш жарық біздің арнаның тұрақты, көзі қарақты көрермендері. Эфирде әдеттегідей әсем әнмен әрлеп, әсерлі кеш сыйлайтын қайырлы кеш Қызылорда. Барша өнерсүйер қауымды экран алдына жайғасуға шақырамыз. Қызықты да әдемі кешті бірге отырып тамашалайық. Бізді да көрермендерімізді бүгінгі бағдарламамыздың қонағы кім болады екен деп білуге асығып отырған шығар. Әрине, ол әншіні айтуға мен де асықпын. Олай болса, көрермендерімізді көп күттірмей, бүгінгі бағдарламамыздың басты кейіпкерін ортаға шақырайық. Республикалық халықаралық конкурстардың лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі. Сыр елінің талантты әнші жігіті Руслан Садықов. Сәке төрлетіңіз. Рахмет. Руслан, қайырлы кеш. Өзіңізді сенбілік кеште біздің бағдарламамыздан көргенімізге қуаныштымыз. Сенбілік көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы кеш, өте керемет. Рахмет. Осындай кешке шақырып, бүгінгі халыққа, жас тыңдарман қауымға, көрермендерге менің шығармашылығымды насихаттап, өздеріңіз айтпақшы, бенефис шоу жасап атқандарыңызға. Пандемияға дейін бәлкім осы уақытта тойда жүрген шығарсыз? Әлде қазір де жасырын тойда жүрсіз? Жоқ. Мен орыстар айтады, законопослушный. Тойға бара қоймайын. Өзіміздің ағайындардың да. Өйткені пандемия ол жалпы әлемдік пандемия болып тұр ғой. Үкімет те жалпы медицина саласы бекер айтпайды ғой, сақтанып қорғанып жүру керек. Сондықтан шығар енді ауырмай, аман есен отымыздың басында жүргеніміз. Ең бастысы ауырмай аман есен жүрейік. Ең бастысы денсаулық. Өйткені бұл уақытта денсаулық болмаса, бәр нәрсе өзі зая кетеді. Саулық сақтықта екенін естен шығармайсыз. Енді жуырда, яғни осы күзде шығармашылығыңыздың 20 жылдығына орай есеп беру концертіңізді береді екенсіз. Құттықтаймыз. Жалпы енді жеке шығармашылық кешке дайындық қалай болып жатыр дегендей. Рахмет құттықтауларыңызға. Оны қайдан біліп қойдыңыздар? Біздің барлығы негізі секретно жаңағы құпия түрде жасалып жатқан дүние. Біздің жасырын агенттер біліп қойды оны. Құдай қаласа осы күзде шығармашылығым 20 жылдығын атап өтем деп жатырмын. Мына пандемияға байланысты шамалы шектеулер бар. Бірақ дегенмен де шақырылған біраз қонақтар бар. Сондықтан енді үлкен жоғарғы деңгейде өзінің бір шеңберінде өтеді. Карантин талаптарына сай. Әрине. Түсінікті. Республикалық деңгейде сахнада жүргеніңізге 20 жыл болғанымен, сіздің өнердегі ең алғашқы қадамыңыз дәл біздің арнада кесілді деп айтуға болады. Ол сонау 93-95 жылдары бастау алған шығар. Осы турасында өзіңіз толығырақ айтып өтіңізші. Ең алғаш рет сахнаға қай жасыңызда шықтыңыз? Осы 20 жылдығымды атап өтеміз деп, осы жоспар құрып жатқан кезімізде көптеген архивтар жинала бастады. Жаңағы облыстық телеарнадан осы жаңағы халық шығармашылығын дамыту орталығынан, ұлттық арналардан, хабар агенттігінен. Енді мен ойлаймын, осы ең алғаш қадам басқан сахнам осы өзіміздің облыстық телеарнамыздың табалдырығы екен ғой деп. Өйткені 93 жылы осы жерде әнші балапан болатын. Ол кезде баламыз енді көп нәрсені түсіне қоймаймыз ғой. Бірақ енді сол бір уақыттар енді шамалы тоқырау замандар ғой, егемендігімізді енді алып жатқан уақыт. Соны қатысып, содан басталды ғой өнерге деген қызығушылық, көптеген жақсы кісілермен, адамдармен, мына композиторлармен, авторлармен, продюсерлермен сол уақыттағы танысып білісіп. Енді рахмет айтқым келеді осы біздің өзіміздің Қызылорда телеарнасына. Өйткені осы өзіміздің облыстық телеарна болмаса, мүмкін мен басқа салада жұмыс жасар едім. Юрист, нефтяник дейді ғой, сол сияқты. Әлгі осы өнерде қуалап жүргенімізге сол 20 жыл болыпты ғой. Сондықтан мен көп алғыс білдіремін осы Қызылорда телеарнасының директоріне, жалпы ұжымына. Енді кез келген әншінің таңылуына шығармашылық шабыт пен продюсерлік көмек қажет.
өзіңіз де продюсер деп айтып Міндетті қалдыңыз. Енді түрде. мынау республикалық халықаралық конкурстардың лауреат атанған Русланды халыққа кім танытты? Сол 93 жылы осы жерде әнші балапан болды. Оған дейін аудандық болады ғой. Сонда ана мектеп қабырғасынан жүріп ән айтамыз ғой енді баянмен. Ол кезде жаңағы қазіргі әлгі Ямаха болды ол кездегі. Мини-дискі деген жоқ, минусовка деген. Сол баянмен орындайтын жаңағы Роза Тұрманбетова деген апайым бар. Сол кісі жаңағы лездеме дейді ғой, линейка. Сонда бір ән айтам, аудандық мәдениет үйіне. Сонда сағат 9-да басталады жұмыс мәдениет үйінің. 8:30-да барып тұрып аламын. Себебі ана өлең айтуға құштармын да. Өйткені басқа жерде ән айта алмайсың, үйде ән айта алмайсың, өйткені бәрі ұйықтап жатады. Дүнгі төраға барса ана музыкант дауысы шығады, ана қызығып балалық қой. Сол қызығушылығым содан басталды. Одан берісінде облыстық телеарнаның телевизиялық облыстық Таңшолпан байқауы болатын. Осы биыл жаңарды проекті дейді ғой. Қанша уақыт салып, өзімде қуаныштымын сол жобаның жаңарғанына. Сонда 95 жылы қатысып, осы залда өтетін. Онда енді қазіргідей емес, халық көп болатын. Бір өнерге деген қошемет, құрмет бөлек болатын ол уақытта. Сонда осы облыстық телеарнаның директоры Жақпар Аманжолұлы байқап, сонда басталды ғой шығармашылық жұмыстар. Ән жаздыру, шетелдегі Эстония, айналайын конкурстарына мысалы апарып, сонда ол кісі өзі спонсор тауып. Демек сіздің продюсеріңіз Жақпар Аманжолұлы болып тұр ғой. Ол жалғыз маған да емес, бүткіл Алмас Кешкенбаев, Мадина Садуақасова барлықтарын конкурстар аппаратының алдында спонсорлар тауып, сол киімін, әнін Алматыға апарып жазарын. Ол кезде Астана, Олар деген баланың белін буып, өнер жолына салған. Дұрыс айтасыз. Сонда үйінде сонда қанша бала сол Жақпар ағаның үйінде жатамыз, жаңағы 30-40 бала. Сонда Күлпан деген апам бар, қазір енді мамам ғой енді, вторая мама. Сол кісі соның шашын тара, бәрін жуындырып, бәріміз ауылдан келгенбіз ғой. Біреуінің шашы беттеп кеткен деген сияқты. Соны жуып тазалап, ана конкурстарға кемін өтіктеп, пойызға шығарып салып, тамағын дайындап сөйтіп жасайтын. Сондағы мен қазір ойлаймын да, сол кездегі сол Жақпар аға мен Күлпан апамның адамгершілігі, сол деген балдарды көрсін, өссін деп, өзі Қазақстан дамысын, сол өнері дамысын деп біраз жұмыс жасапты ғой деп. Әлі күнге дейін сол Жақпар ағамен ақылдасамын. Қазір енді продюсер емес ол кісі. Арасында мен ренжіп қоям, ақыры мен тастап кеттіңіз ғой деп қойып, сөзін айтады. Сен ер жеттің ғой, бол үйленесің ертең. Мен енді қашан басқұда болып барам сен тойыңа деп қояды. Сондықтан сол кісінің тәрбиесімен басқұда болып баратын тойдың әңгімесін әлі біз алда айта жатамыз. Құдай қаласа. Сонда мен Жақпар ағаны айтам ғой. Қанша жетістіктерге жеткен күннің өзінде мен ешқашан ұстаздарымды жасаған жақсылық кісілерді ешқашан. Шығармашылық кешіңізге қайта оралсақ, республикалық деңгейде өткізем деп жатырсыз ғой. Құрметті қонақтар кімдер болады? Құрметті қонақтар Айжан Нұрманбетова, Қазақстан еңбек сіңірген әртісі. Роза Қуанышқызы Рымбаева, Қазақстан халық әртісі. Өзіміздің жерлесіміз қатар шыққан Мадина Садуақасова, Алмас Кешкенбаев, тағы да тағы. Шақырғалы отырсыз. Енді ол кісілерсіз концерт өтпейтін шығар, себебі творчеством сол кісілермен байланысты ғой. Өйткені сахнада бірге жүрміз, конкурстарда бірге кездесіп. Демек сол кісілермен дуэтте ән шырқайсыз ғой? Бәрімен бірдей емес. Өйткені Алмас өзінің репертуарымен жұмыс жасап жатыр, өйткені өзі үлкен бір деңгейге шығам деп. Оған жағаласқым келмейді, себебі келіп, екі әнін айтып, мен құттықтап кетсе, соның өзі маған бір үлкен абырой, мерей. Ал жалпы кеште қанша жаңа ән шырқалады? Біраз жаңа әндер. Бүгінгі айтылатын әндерден бір 2-3 ғана орындалады. Бүгін жаңа әндерді... Демек, эксклюзив болғалы тұр. Бүгін сіз біздің студияда ән кешіңізде орындайтын су жаңа әндеріңізді орындап бересіз ғой? 2-3 ғана, қалғандары алдында тыңдалған, радиодан естіліп жүрген әндер. Сол әннің ең біріншісіне кезек берейік. Сахна төр өзіңізде. Айналды қой айдын ғашағын көлем, тағдырым
жолыма кезіккен бағым бедің, айтылғанда шанайы жалықтырмас, қандай ыстық дегенсің жаным менің. Пәк сезімді жүрекке жанға күш қойып, бірімізге біріміз самғай ұштық, сөз қадірі қалмады деген бекер, жаным менің деген сөз қандай ыстық. Жүрекке сөз арналмай бағытталмай, тамсана далмайсың қағып таңдай. Бар пейілмен ел жүре беріп тұрып, жаным менің деп айту бақыт қандай. Пәк сезімді жүрекке жанға күш қойып, бірімізге біріміз самғай ұштық, сөз қадірі қалмады деген бекер, жаным менің деген сөз қандай ыстық. Сеземін ебім барын, бұл кеудеде өшті ғой небір жалын. Жаным менің дейсің ғой өздіккенде, ал мен саған дейші менің жаным. Пәк сезімді жүрекке жанға күш қойып, бірімізге біріміз самғай ұштық, сөз қадірі қалмады деген бекер, жаным менің. Пәк сезімді жүрекке жанға күш қойып, бірімізге біріміз самғай ұштық, сөз қадірі қалмады деген бекер, жаным менің деген сөз қандай ыстық. Руслан мырза, шығармашылығыңыздың 20 жылдығын аясында сіздің туған жеріңізде Сырдария аудандық музейде өзіңізге арнап бұрыш қойылған екен. Құтты болсын. Жалпы қандай сезімде болдыңыз бұл жаңалықты естігенде? Менің жүрегім жарылып кететін шығар ондай кез. Жоқ. Талантқа арнап бұрыш ашып жатырық десе. Оны ойламаппын да ондай нәрсені. Мен ойлайтын. Тосын сый болды ғой. Өте мықты. Сюрприз. Ол былай болды. Осыдан бірнеше жыл бұрын аудандық музей, облыстық музей жаңағы дипломдарын сұрап жүретін. Жаңағы конкурстарды сізге арнап осындай бұрыш ашайық деп еді. Мен кәдімгідей мән бермедім, себебі бізде қазақта анау ырымға сенеміз ғой. Біздің есімізде қалып қойған музейде тек өлген адамдардың ғана дүниесі тұрады деп. Сөйтіп бере келе кеше чемпиондардікін қарадым, өзіміздің Илья Ильин музейлерде тұрған жаңағы медальдарын да ойлап қойдым, неге болмасқа, ақыры өздері ұсынып жатыр. Сосын жаңа кісілер тағы да хабарласып жүрді. Айтып отырмын, 2 жыл қатарынан. Кеше пандемияның уақытында аудандық музей хабарласып, маған сурет мәдениет басқармасы жіберіп жатыр. Қарап қоям, бүткіл жаңа әдемі дүнияларым тұр екен. Бір жағынан жылап та алдым. Қуаныштан. Соншалықты тірі уақытымда жаңағы қадірімді біліп түсініп жатқанына. Оның өзі үлкен бір бақыт қой. Енді аталмыш мұражайда сізден басқа тағы қандай әншілерге арнайы бұрыш ашылған? Ол мұражай Сырдария аудандық музейі 2-ге бөлінген. Аудандық, сосын ауданның шыққан құрметті азаматтарына. Соның ішінде Рамазан Тайманов, композитор ағамыз, құрмет орденінің иегері. Жеңіс Ысқақова, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері. Енді көптеген жаңағы кісілермен бірдей тұру сізге үлкен мәртебе, үшеумізге ақын жазушыларымыз бар. Сол үшеуміздікін енді эстрадникпіз ғой біз, енді конечно все-таки отделение жасайды ғой эстрадники деп. Сол үшеуміздікін бөлек бір бұрыш жасапты. Енді өте қуаныштымын. Мен өзім де қуанып, сондалықты мен баруға әлі үлгермедім. Ол барып көргені жоқ. Көрген жоқсыз ба әлі? Оны анам барып көрді. Деген қарапайымдық дейсіз. Анам барып көріпті. Анам қуанышты келіп маған звондап айтып жатыр, балам барып қарадым, әдемі-ақ тұр екен, Рамазан ағайыңның қасында деп қояды. Ана үшін әрине баласының әрбір жетістігі, әрбір қуанышы ол үлкен сезімге бөлейді ғой. Руслан мырза, сіз біздің бағдарламамызға қонақ ретінде келер алдында өзіңізді көп зерттедік. Тіпті мына 20 жылдықтың аясында сізге шет
мемлекеттерден түрлі құттықтаулар да келіп жатыр екен. Бұл танымалдылықтың белгісі ме, әлде шетелде көп ән айтқаныңыздың қажырлы еңбектің нәтижесі ме, жоқ әлде арасында бармақ басты, көз қысты болып жатыр ма? Мен ойлаймын, ол шетелдегілер оларға бармақ басты болатындай, ондай қатты қазақшылыққа салынатындай емес қой. Өйткені олардың менталитеті бөлек. Бір екіншіден, оның барлығы жасалған мына еңбектің арқасы шығар. Бала кезімнен сол шетелде конкурстарға барып, мына үкіметтің приобретительный концерттер дейді ғой. Сонда өнерімізді көрсетіп, сол кезде танылып білінген шығармын. Содан бері одан бөлек қанша халықаралық конкурстарға жыл сайын қатысып отыратынмын. Ол конкурстардың ұйымдастырушыларды бірін-бірімен байланыста мына конкурсант келіп жатыр, екінші конкурсант келіп жатыр деп, сонда Қазақстаннан Руслан келді десе, басқа конкурсанттар жылайды. Өйткені бізге орын жоқ деп. Ол өзімді мақтанғанда емес, әбден бізде мынау советтік тәрбие ғой. Мектептен де, колледжден де, оның үстіне академияда да маған кілең бір профессорлар сабақ беретін. Таза адал жұмыс жасауға. Сондықтан соның арқасы шығар, сол еңбектің ізденудің арқасы шығар, жаңағы солармен әлі күнге дейін байланыста болғанның арқасы шығар. Ол конкурстардан бөлек жюрилікте мүшелікке шақырып қанша мемлекеттер. Одан бөлек Украинада мысалы 2006 жылы жеке концертімді бердім. Ол өзі оңай емес. Ту шетелде жеке концертімді беру. Оның барлығы айналып келгенде қазіргі уақытта қаражатқа тіреледі. Енді мына өнер әлеміне енді келген бала Руслан мен қазіргі Руслан Садықовтың арасында қандай айырмашылық бар? Айырмашылық жоқ. Сол балалық, әлі сенгіштік адамға деген, адалдық досқа. Болашағын өте қатты ойламайды, сол достарымен қыдырып жүрсе, солармен көңіл көтерсе. Сондықтан болар онда бала Руслан, ересек Русланға ауысқанымен әлі отбасын құрмады. Мүмкін. Жалпы бүгін біздің сахнада орындайтын әндеріңіздің көбісі махаббатқа, тәтті сезімге, ару қыздарға арналады екен. Жүрек қоймайды ғой. Тойдың ауылы қашан болады? Тойдың ауылы анам да айтып жатыр. Өткенде радиолардан, республикалық арналардан интервьюге шақырған кезінде өзім жаңағы әлгі уәде беріп қойғанмын. Құдай қаласа, мына 20 жылғымда атқарып болсам, артын үлкен бір той қыламыз деп. Соны анам күнде сұрап отыр. Демек ол ару бар ғой. Құдайға шүкір. Қай саланың қызметкері? Өзі де сол өзім сияқты. Өнер. Нұр-Сұлтан қаласында Астана опера театрының солисткасы. Бәрекелді. Ту Нұр-Сұлтанда артқа тастап, Қызылордаға келуге келеседі. Келеді. Келмей қайда бір махаббат жібермейді. Түсінікті. Ендеше сол кісіге арналады ма жырлы жүрек әні? Соны тыңдап алсақ. Әрине. Бәрекелді. Жүрек әс жаным жабықпасын, жабықпасын, жалғаннан жалықпасын. Көңіл шіркін көк көшіп қалықтасын, қамықпасын, ұмтылсын жарық қашын. Жылы жүрек қайтадан алып ұшын, қорлық көңіл басыншы сағынышын. Қарсуындай тасып бір төгілсін жыр, кәусәрінен қалайын қанып ішін. Жырла жүрек жанымды жылыт менің, жазбай тапшы дертімнің уыт демін. Жаза бассам жазғырып ұмыт дедің, сен жерсен қалардай суып демін. Жылы жүрек қайтадан алып ұшын, қорлық көңіл басыншы сағынышын. Қарсуындай тасып бір төгілсін жыр, кәусәрінен қалайын қанып ішін.
кеші шабыт тереңге сүңгиін шын құлаш ұрып жетейін алға күнге жанымда бол жайдарлы жүрсінші жылы жүрек қайтадан алып ұшып қорқыр көңіл басынша саған ашын қар суындай тасып бір төгілсін жыр кәусәрінен қалайын қанып ішіп жылы жүрек қайтадан алып ұшып қорқыр көңіл басынша саған ашын қар суындай тасып бір төгілсін жыр кәусәрінен қалайын қанып ішіп республикалық халықаралық байқаулардың жеңімпазсыз. Жалпы мынау енді Руслан Садықов неге үлкен мегаполис қалаларға барып шығармашылығын шыңдамайды деген сұрақ. Мегаполис қалалар мен үшін ол кәдімгі өзімнің Қызылордам сияқты ғой. Қала дегенмен үлкендеу шығар кеңдігімен, көлемімен. Ғимараттары бір, халқы бір қазақ. Мынау тұрған Астана мен Алматы ғой. Мен одан неге шетелге барып өзіңе абырой жасамайсың деп сұрағаныңыз дұрыс болар еді. Қазақстан өзіміздікі ғой. Қай жерінде жүрмесін, мен сол бір әнші талантты жігіт Руслан Қай Садықов. жерде болмаса да өзімнің орным бар. Өзімнің Оны отанымдамын дейсіз мойындатудың, ғой. біреуге мен пәленшемін деп айтудың қажет жоқ. Бұл әлгі мақтаншықтыққа кетіп қалады. Сіздің сөзіңізді бағамдап отырсам, өзіңіздің бір атақ даңқыңызды пайдаланатындай кездеріңіз болатын сияқты. Ол соңғы уақыттарда. Соңғы уақыттарда Қай кезде пайдаланасыз? сені мойындамай, болмаса жаңағы сөзіңді тыңдамай жатса, айналайын-ау. Мен сізге, сіз деп, болмаса кешегі менің әндеріммен өскен мектепте барып концерт берген баласың ғой. Сен сәл сабыр қылып, әлгі тыңдасайшы. Мен саған бір өтінішімен келіп отырмын ғой. Болмаса емханаға барған кезде мен әнші Руслан Садықов едім, кезексіз кіріп кетейін. Жоқ, ондай жоқ. Ондай жоқ. Кәдімгі оршортпен, бірақ маскамен әш киімді, кепкімді киіп алам, өткен ұят қой. Ана жұрт айтады ғой, бізді қарап отпайды ғой қазақ. Жақсы болсаң да тиіседі, жаман болсаң тем более. Ана очередте отырсаң айтады, мына очередсіз кіріп кетпеймін, оны тыңдап отырасың ғой, білесің, құлағың естиді ғой. Соңғы кісі түсінбейді, сонда халықпен бірге екенімді, қатармын ғой, менің артық ештеңем жоқ. Ол атақ деген ол әшейін дүния ғой. Үкіметтің берген, ол халықтың берген ілтипатынан артық емес қой. Бәрекелді. Жалпы байқап отырғанымдай, сіздің шығармашылық кешіңіз тек Қазақстанда ғана емес, Украинада да өткен екен. Жалпы осы уақытқа дейін қанша шығармашылық кешіңізді бердіңіз? 2011 жылы 10 жылдық концертімді бердім. Осы облыстық телеарна түсірілім жасап. 2006 жылы 15 жылдығымда Украинада жасадық. Өйткені сол жылы Қазақстан мен Украинаның жылы болатын. Сонда қазақстандық артистер барып Украинада концерт кештерін беретін болды. Украинаныкілер біздің Қазақстанға келіп концерт кеш беретін болды. Сондықтан Украинаның, ол уақытта Украина болатын, Қырым. Қазір енді Ресей территориясы ғой, соның Феодосия қаласында үлкен кәдімгі амфитеатр, енді бізде ондай амфитеатр кезінде Медеуде болатын еді ғой, Азияда осы өтетін. Ондай амфитеатр жоқ ғой бізде. Павлодар қаласына жаңадан бір ертістің жағасында ашылған болатын. Руслан Садықов қайырымдылық концерттерін жиі береді. Бұған көрермендердің көзқарасы қандай, қызығушылығы қандай? Әртүрлі. Өйткені қайырымдылық концертті мына Қызылорда қалалық мүгедектер қоғамы бар, облыстық мүгедектер қоғамы бар, солармен бірлесіп жұмыс жасаймыз. Мен концерт беріп, бір ақша тауып, бір баю міндетім емес қой. Өйткені дүнияда, үйімде, басқасы жетеді. Өзімде бір машинаға, бір байлыққа, бір қызықпайды екен. Сонда ұсыныстар түседі. Кісілермен бірге концерт беріп, ақша жинап,
жаңағы коляскасы бар мұқтаж жандарға жаңағыдай продукцияны әперейік деген мен қуана келісемін. керек құрал өте сауапты іс. Оны көмектеспесем мен не істеп жүрмін? Ол қолына кеп тұрса, сен әрі кетсе 1-2 сағат уақытыңды алады. Бұл да қандай ол кісілерге деген қоғамға, жалпы ортаға пайдаңыздың тигені. Енді бекер жүрмеу керек қой. Көп әншілердің құлағына алтын сырға, Сені көрген таңдар әдемі, жүрегімде арман бар еді, үмітімнің гүлін солдырмай, сендік сезім баурап келеді, сағынышым көңіл жасырмай, ғашықтар бар жүрген қосылмай, бақыт іздеп біздер келеміз, сезім шоғы от болып жалындай, мәңгі өзіңмен бірге болайық жаным, мәңгі өзіңмен әр кез атсын таңдарым, мәңгі таусылмай махаббат әні. Төземін, неге ауыр мұңы сеземін, баурап алар жүрек өзіңе, ынтықтығын бар ма өзіңнің, қиялымен көкке ұшамын, қайда жүрсем сені тосамын, тауыспасын сезім мәңгіге, ғашықтардың ыстық құшағын. Мәңгі өзіңмен бірге болайық жаным, мәңгі өзіңмен әр кез атсын таңдарым, мәңгі таусылмай махаббат әні. Мәңгі өзіңмен бірге болайық жаным, мәңгі өзіңмен әр кез атсын таңдарым, мәңгі таусылмай махаббат. Мәңгі өзіңмен бірге болайық жаным, мәңгі өзіңмен әр кез атсын таңдарым, мәңгі таусылмай махаббат. Ал Руслан, жанұяңызда өзіңізбен бірге тағы өнерде жүрген жандар бар ма? Әрине, менің отбасым педагогтар, өнер адамдары көбінесе. Сосын да шығар сол қанымызда шығармашылыққа бейім адамбызда. Өзім туған інім Ерлан Садақов, халықаралық байқаулардың лауреаты, облыстық филармониясына әртіс ретінде жұмыс жасады. Университеті жоғары оқу орнын бітіріп, музыка мамандығы бойынша. Осы биыл жұмысқа орналасып жатыр, құдай қаласа. Өзім анам педагог, мұғалім, ұстаз. Қазір Тереңөзекте шағын орталығында тәрбиеші және психолог жұмыс жасап жатыр. Папам пенсияда. Руслан, өзіңіз айтып өттіңіз ғой, інім филармонияда жұмыс жасады деп. Сіз өнер ордасында жұмыс жасайсыз ба нақты? Мен Астанадан оқу бітіріп келгелі, облыстық филармонияға жұмысқа орналасып,
біраз жағдай жасалды маған, оны жасырмаймын. Үйде берілді, айлықта төленді, киім де алынды. Бірақ ол жерде таза шығармашылық жұмыспен айналысуға мүмкіндік болмады. Өзімнің арызыммен таза өзімнің шығармашылығымен айналысайын, режим етсеңіздер, маған рұқсат беріңіздер деп, таза шығармашылығымен айналысуға көшіп жеке шығып кеттім. Жеке шыққаннан бұрын өзім үкіметке кәдімгідей филармония демей ақ қояйын, енді бір өзімше бұл бір мекеме болып тіркелдім үкіметке, налогқа. Өйткені мен концерт беруім керек болды. Ол концерт беру үшін залда арендаға алу керек, бухгалтерия жүру керек, ол налог төлену керек. Үлкен жұмыс. Үлкен жұмыс. Сондықтан қазір концерт беретін болсам, кеше пандемияға дейін де кәдімде әр берілген концерттен қайырымдылықтан бөлек налогты төлеп отырмын. Мен қыз баласы болғаннан кейін негізгі киім үлгісіне, стильге аса мән беремін. Байқаймын, сіз бір өзгеше стильде киінгенді ұнатасыз. Жаңа сахналық киіміңіз жаңағы костюм, яғни ресми түрде костюм болғанымен, қазір бір басқаша образда отырған секілдісіз. Тіпті бір кездері шашыңыз сарыға да боялған кездер болып еді. Стиліңізбен өзіңіз айналысасыз ба, жоқ әлде көмектесетін адамдар бар? Бұрындары шашым сары болатын кезде, оны бәрі ұмытпайды екен. Сол кезде халықтың есіне қалып қойғанмын ғой. Ол уақытта стилист деген болмайтын. Парикмахерский, салон дегендер қазір... Барбершоп дегендер жоқ дейсіз ғой? Жоқ. Кафе-ресторан жоқ. Сондықтан ол уақытта кәдімде студентпіз ғой, общежитияда қыздарға өтініш айтып тұрып, қыздар жасап беретін. Ал жеке шығармашылық кеште қандай шоу болады? Қандай күшті сахналық костюмдер? Сахнада ондай оформление болмайды, өйткені мен өз басым минимализм жақсы көремін. Қарапайымдылық, шиктің не керегі бар? Ол өтірік нәрсе ғой. Қайрат Нұртас ұқсап, төбеден түсіп, фейерверк жасап, ондай еш нәрсе болмайды? 3D концертті беретін болса, Селин Дион, болмаса өзіміздің жақын тұрған Қытайдағы, Ресейдегі әртістер сияқты беру керек та. Оны халықты өтірік алдап, стадионнан бетіп бір нәрсемен түсе салу 3D концерт емес. Кәдімгі экранмен, сахнамен, бишілермен жұмыс істеу керек та, ол 3D концерт болу үшін. Оның аты өзі айтып тұр ғой, 3D деген. Сондықтан мен 3D концерт емес, менің стилім шамалы басқашалау, қазақилау. Ол жерде артық қимыл жасай алмайсың. Бәлкім сахнаға атпен шауып кіресіз бе? Тек мен LED экранмен жұмыс жасаймын. LED экранмен. Ары қарай жұмбақ. Негізі сіздерге көп информация кеткен ау, режиссерлық жағынан. Енді бір сұрақ қойыншы. Бүгінде өнердегі досыңыз көп пе, әлде өмірдегі досыңыз көп пе? Енді өмірдегі досым көп те өмірдегі досыңыз көп. Өнерде дос неге жоқ? Өнерде достарым баршылық, бірақ жиі кездеспейміз ғой. Жиі кездеспейміз. Саған қиын уақытта олармен телефонды алып звондай салмайсың, өйткені олар студияда записьте болады, съемкіде болады, түсірілімде. Болмаса самолетте болады деген сияқты, болмаса жаңа шетелге бір басқа жұмыстармен кетіп қалады деген сияқты. Ал мына жерде өзің таза класстастарың, группаластарың, баяғы нанды бір нанды бөліп жеген, солардан артығы жоқ екен ғой. Ал былай мына сахнадағы достар, ол енді шығармашылық достар ғой. Шығармашылықтағы достар. Олар енді әрқайсының өзінің орны бар ғой елімізде. Енді олардың да өнерін сыйлау керек. Басылмай кеудемдегі басқа жанға өзіңді теңгермедім. Көз алдымда тұрасың елес болып, сол баяғы жас күнін көргендегі. Асылымда менің жас күнінде едің, таңғы шақтай мөлдірімсің сен. Ардақты жаным, ғашығым сәнім, алыстап кеттің сен мүлде. Ардақты жаным, ғашығым сәнім, алыстап кеттің сен мүлде. Жүрек сырын шығардым жаным әнға, сен жүрсің бе сағынбастан сән құрып, сөнбейтін күндей болып
күнімде едің, таңғы шықтай мөлдірімсің сен. Ардақты жаным, ғашығым сәнім, алыстап кеттің сен мүлде. Ардақты жаным, ғашығым сәнім, алыстап кеттің сен мүлде. Жылдар етті ойлау менен, кезестім талай небір сұлулармен, бірақ саған жетпейді өмірімде, солай кезім өтелме сағынышым. Асылымда менің жас күнімде едің, таңғы шықтай мөлдірімсің сен. Ардақты жаным, ғашығым сәнім, алыстап кеттің сен мүлде. Ардақты жаным, ғашығым сәнім, алыстап кеттің сен мүлде. Ардақты жаным, ғашығым сәнім, алыстап кеттің сен мүлде. Руслан, өзіңізге ән таңдауда кім ақыл кеңес береді? Ақыл кеңес ешкім бермейді, шынымды айтайын. Көбінесе өзім автор композиторларға хабарласып, жаңа ақындар, жаңа композиторлар іздеймін, музыканттар іздеймін. Өйткені олар сол менің стилімдегі, болмаса жаңа стилдегі бір дүние шығара алады да. Былай айтқанда, мен өтінішім тапсырмам бойынша. Ол жастармен жұмыс жасаған өте қызық, өйткені оларда бір жаңашылық бар да, өзінің шығармашылығына қосатын. Өйткені жастарға қарап біз өсеміз, олар бізге қарап өседі дегенде, взаиморасчет. Жаңағы енді ақын сазгерлер деп жатыр, сол қандай ақын сазгерлермен бірге жұмыс жасап жүрсіз қазіргі уақытта? Қазір уақытта Құдайға шүкір өте көп, Жамбылдық, Тараздық, Рысманбетов деген жігітпен, ол кісі композитор, музыка шығарады, өлеңді жазады. Бірақ енді көбінесе ол кісіге мен музыкасын жазуға ұсынамын. Мейрамбай Бектасов ағайымыз композитор, өзіміздің Қызылорданың кісісі, кезінде мына Амангелді Бесаров деген совхоздарда өзінің музыкальный школасын ашқан Союздың кезінде, қазір Алматы қаласында. Елубай Әуезов, өзіміздің жергілікті ақын ағамыз. Өздеріңіздің коллегалы әріптестеріңіз Толқын Қабылшаның өлеңдеріне жазылған біраз жаңа әндер. Сондықтан мына шығармашылықтың 20 жылғына біраз көптеген дайындық болды. Оған мен 1,5 жыл болды дайындалып жүргеніме. Соның енді толық дайындықтан өттім деп ойлаймын. Тек рұқсат қана сұрап отырмын үкіметтен. Мына облыста әкімшілігінен рұқсат сұрап отырмын. Сол уақытқа, сол күнге өздері де кісілер қатысып, сол концертімді телевизиондық вариантпен өткізіп, үлкен деңгейде атқарып болсақ деп. Ал жалпы сіздің өзіңіздің шәкірттеріңіз бар ма? Олар сіздің кешіңізде бой көрсетеді ме? Жоқ, мен шәкірт тәрбиелеген жоқпын. Себебі үлкен жауапкершілікті мен мойныма алғым келмейді. Оған әлі мен де дайын емеспін. Мен қазір шығармашылығым 20 жылдығында атқарып болсам, осы өзіміздің Қорқыт университеті, Болашақ университеті, музыка жоғары колледжі мұғалімдікке шақырып отыр. Пәленбай сағат береміз сізге, біз сіздің жаңа эстрада факультетін бөлімін ашсаңыз деп. Оған мен келісім бермей отқан себебі мен өзім әлі дайын емеспін. Ол үшін біраз ізденіс керек болды. Педагогты жұмыс бөлек ізденісті қажет етеді. Ол шығармашылық сияқты бір оңай дүние емес. Өйткені ол балаға сен дұрыс білім беруің керек. Әрине. Ол әрі ол сол біліммен жұмыс жасап, әрі шығармашылық дамытып алып кету керек. Өйткені біз өзімізден білемін да, ұстазым
Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі марқұм Қаракөз апайым қандай бізге қанша білімін құйды. Сол біліммен біраз жұмыс жасадық. Әлде де қанша жұмыс жасалады. Сол сияқты ұстазымдай одан жоғары болмасам төмен болғым келмейді. Руслан мырза ұстаз атанбай тұрып, әнші Русланның бір керемет әнін тыңдап алайықшы. Бәрекелді. Сен ойласам көз ілмеймін түнімде, ғашық жүрек ынтығады өзіңе. Бір көрмесем сағынамын, тағдырыма бағынамын, ойлай төсімде де өңімде. Ғашықпын, өзіңе асықпын, көрмесем бір сәтке сарыға жасықтым. Іздеймін ғашығым, болсашы асылым, өзіңмен кездескен арайлы шаттығым. Ғашықпын, өзіңе асықпын, көрмесем бір сәтке сарыға жасықтым. Іздеймін ғашығым, болсашы асылым, өзіңмен кездескен арайлы шаттығым. Сенің саған төзім бар ма жанымда, өзің едің бақытымда бағымда. Бір өзіңсің асыл әнім, тек өзіңе асығамын, өтінемін айналмашы сағымға. Ғашықпын, өзіңе асықпын, көрмесем бір сәтке сарыға жасықтым. Іздеймін ғашығым, болсашы асылым, өзіңмен кездескен арайлы шаттығым. Ғашықпын, өзіңе асықпын, көрмесем бір сәтке сарыға жасықтым. Іздеймін ғашығым, болсашы асылым, өзіңмен кездескен арайлы шаттығым. Жылдар өтсе дағы арада, сенің бейнең кетпеді ғой санада. Қол бұлғаймын, алаңдаймын, келеме деп қарайлаймын, сөндірмеші махаббаттың алауын. Ғашықпын, өзіңе асықпын, көрмесем бір сәтке зарыға жасықтым. Іздеймін ғашығым, болсашы асылым, өзіңмен кездескен арайлы шаттығым. Ғашықпын, өзіңе асықпын, көрмесем бір сәтке зарыға жасықтым. Іздеймін ғашығым, болсашы асылым, өзіңмен кездескен арайлы шаттығым. Руслан, біз өзіңізді алдағы уақытта осы өнер әлемінің шынынан көргіміз келеді. Жалпы алдағы жоспарларыңыз қандай шығармашылық? 20 жылдығымда бұл үлкен мен үшін жауапкершілік болып тұр, өйткені халықтың алдында, өзімнің алдымда үлкен бір есеп беруді, осыған дейін не жасадым деп нүктесін қойып, әрі қарай басқа бір проектілермен жұмыс жасап, өзімді шыңдау мәселесі. Мен бір шетелге кетіп қалайын деп жатқан жоқпын, себебі шетелге барып келіп жүремін, өйткені ол жақпен ақылдасу керек болатын. 20 жылдан кейінгі Русланды қалай елестетесіз жалпы? 20 жылдан кейінгі Руслан ба, ол енді қартайып қалған шығар енді ол уақытта. Бір профессор болып отыратын шығар, сабақ беріп университетте. Келер жылы, яғни 2022 жылы Руслан мырза өзінің мерейлі жасын, 40 жасын тойлағалы жатыр екен. Сізге қарасам 40 деген жасты бергім келмейді. Өзіңізге бересіз бе 40 жасты? Бұлай денсаулығыма қарасам, Құдайға шүкір, 25, әр кетсе 30 есептеймін. Айнаға қарасам, қартаймаған сияқтымын. Арасында мамамнан сұрап қойым. Бірақ паспортыңыз 40 деп тұр, Енді паспорт өтірік айта береді. Мамамнан сұрап қойым, мамам, мен сондай жас беріп жатыр, жасартып жатыр десем.
енді денсаулығың болса болды ғой, не істейсің ол жасты деймін. Сырлы сұхбат құрып, әдемі әніңізбен құлақ құрышымызды қандырып, сондай сенбілік кеш сыйлағаныңыз үшін өзіңізге көптен көп алғыс айтамыз. Шығармашылығыңыз арта берсін. Қырандай самғап, өнеріңізбен тек елімізге емес, әлемге таныта беріңіз. Шығармашылығыңыз шыңдала түссін, әндеріңіз көбейе берсін деген тілек білдіреміз. Құрметті көрермен, 50 минут бойы өздеріңізге әдемі сенбілік кеш сыйлаған жерлесіміз Руслан Садықов. Әр сенбінің кешінде қайырлы кеш Қызылорда бағдарламасын тамашалаңыздар. Жамалың қандай арайлым, жанардан сәуле тарайды, жүрегім сені қалайды, ару қыз әсем. Айменен күндей арайлым, бағыма сені балаймын, жаныма жақын санаймын, ару қыз әсем. Сен қандай көркем едің, сен балдай еркен едің. Қараймын саған тамсана, әсем қыз әнім арайлым. Сен қандай көркем едің, сен балдай еркен едің. Қараймын саған тамсана, әсем қыз әнім арайлым. Тербедің шалын жүректі, кездеспей талай күн өтті, жаныма жұпар гүлектің ару қыз әсем. Сезімнің сөнбес алауы, сағынышымның жалауы, махаббатымның қалауы, ару қыз әсем. Сен қандай көркем едің, сен балдай еркен едің. Қараймын саған тамсана, әсем қыз әнім арайлым. Сен қандай көркем едің, сен балдай еркен едің. Қараймын саған тамсана, әсем қыз әнім арайлым. Қыз әнім арайлым.